Жетісай ауданда жылыжай шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Аудан көлемінде 20 гектардан астам жылыжай жұмыс жасап жатыр. Ералиев ауылдық округі тұрғыны Асрар Қамбаров ауыл аманаты жобасы аясында 2,5% несие алып, жылыжай кәсібін дөңгелетіп отыр. Ауыл аманаты ұлттық пилоттық жобасы аясында өңірде 200 тұрғынның құжаты мақұлданып, 136 жоба несиеге қол жеткізген. Солардың бірі Асрар Қамбаров өз ауласына тұрғызған үйіргелік жылыжайынан ол жылдың өзінде бір емес 2 өнім алды. Аядай ғана 8 соттық жеріне алдымен Байалдының қара қанзада сортын ексе, екінші ретте қияр көшетін отырғызды. Қазір піскен өнімдерді көрші аудандармен қатар базарларға өткізіп отыр. Кәсібін ұлғайту мақсатында ауласында тағы 12 соттық жерін даярлап іске қоспақшы. Ауыл аманаты жобасы бойынша 2,5% несие алдым. Оның несие алу бойынша қиындық болған жоқ. Сол үйдің құжаттарын залогқа, талаптарына залогқа қойылды үй. Сол 5 миллион ақша алдым, 2,5% немен. Енді сол жылыжайды үлкейту мақсатында істелінді, жұмсалынды 5 миллион ақша. Еңбекке епті, іске мығым кәсіпкер қиярдың әр килосын 200 теңгеден өткізуде. Ал келесі жылдан бастап жылына 2 емес 3 өнім алуды жоспарлап отыр. Ол үшін жылыжайға жылыту пештерін орнатпақшы. Мына жылыжай былтыр салынған, 2022-де салынған. Көктемде егуді бастадық, егіс егуді. Көктемде баклажан егілген, черный принц деген сорт. Енді екінші өнімге огурцы ектік. Огурцы август айында басында егілген. Қазір сентябрьдің 20-сынан бері өнім беріп жатыр. Енді бұған Құдай қаласа тағы отопление істеп, жылына 3 рет өнім алуды көздеп отырмыз. Бүгінде өнімдеріне сұраныстың артуына байланысты қосымша құрал жабдықтар мен жұмысшы тобын арттыру үшін құжаттар дайындауда. Үлкен қалалардағы сауда орталықтар мен тұтынушыларға өнім жеткізіп беру үшін мекемелермен келісімшартқа отыруда. Бауыржан Ержанұлы, Бақберген Әлжелил, ақпарат Жетісай ауданынан.